Бұны бір рет уағызымызда да айтып едік. Бұл 4 нәрсенің 4-еуі де шайтанның ойындарынан. Лас нәрсе деп аталған. Арақ, құмар ойындары, тігілген тастар, пұтқа сыйыну деген нәрсе бар ғой. Әрбір табынылып жатқан, Аллаға ортақ қосылып жатқан жерде міндетті түрде шайтан бар деп айтқан. Соның 4-шісі құмалақ. Палашатын құмалақтар. Біз кейде айтып жатамыз, о, пәленше деген мықты палшы екен, құмалағын жайып жіберіп айтып жібереді деген секілді. Шайтанның ісі деген. Шайтанның лас істерінен де, аулақ болыңдар деді. Ендеше білейік, бұл нәрсе лас істерден болған үшін араға дұшпандық салынатын нәрсе осыда. Қарапайым мысал, сіз қайсысына болса да бұны барсаңыз, мысалға дейікші, палшыға барсаңыз, балгер өзінің палын құмалақтарын шашып береді де айтады, ертең сенің жолың болады, осындай пайда көресің десе, сіз соның айтқандай болмай, пайда көре алмай қалып қайтып келсеңіз, сен айтқандай болмады ғой деп айтып көріңіз, мен құмалаққа түскенін айттым дейді. Менің ешқандай кінәм жоқ деген бұл жерде. Шайтанның ісі осы деген. Адам дейді, адам баласына қарсы бол Аллаға деп әмір етеді дейді. Фаламма кафара қала инни бариу минка инни ахафуллаха раббал аламин. Адам баласы қарсы болған уақытта мен сенен аулақпын, мен Алладан қорқамын деп қашып кетеді деген. Шайтанның ісі осындай деген. Демек не екен, кез келген пал ашушы да жетеді. Мен палға түскенін айттым, менде не кінә бар дейді. Құдайдан мен де қорқам, айналайын деп ол да айтады. Содан кейін не екен, ана тасқа сенгеніңіз үшін сіз кінәлісізден. Арақ ішкендер де тура сондай. Бірін-бірі сен мені сыйлайсың, сыйламайсың деп отырып арақ ішеді да, ертең дұшпан болып бірін-бірімен төбелессе, арақ ішкенін пайдаланып былай деп айтып қалды дейді. Мен сенің аузың арақ құйдың ба, өзің іштің деп бірін-бірі кінәлап жатқан көресіз. Шайтанның ісі деген осы. Өзіңізге аудан бәленің бәрін аударады. Құмар ойында солай. Қазір құмар ойындардың түрлері көп қой, қазір ойын автоматтарын шығарып, жастардың қаншамасы кірісіп кеткен соған. Соның үшін Алла тағала бұл нәрселерді харам деді. Ол харамнан мұсылман адам аулақ болу керек екен.